Сәлем достар, сіздермен шоу-бизнес арнасы. Видеом қызық болса, маған тіркеліп, достарыңызбен видеоны бөлісе кетіңіздер. Жігіттер квартетінің әншісі Бағлан Әбдірайымов кезінде құмар ойындарының құрбаны болғанын жасырмай айтып берген болатын. Кезінде казинода ұтылып, шамамен $200 000 қарызға кіріп кеткен әнші бүгінгі таңда құмар ойыны жайлы кітап жазып, фильм түсірді. Өнер иесі өзін кезінде талай рет адам болмайды деген адамдардың болғанын жасырмай айтып берді. Бағланмен енді араласпа, ол өшті, енді адам болмайды деп еді. Мен адам болмайды деген сөзді жиі естігенмін, еш көңілім түскен емес. Әйтеуір жақсылық болатынына сенетінмін, сезетінмін. Иә, талай жігіт сынып кетті, талай жігіт өшіп қалды, талай жігіт өліп кетті. Егер дер кезінде мойындамағанымда, мен де солардың бірі болар едім. Ауруын жасырған өледі деуші еді, жасырмадым. Сол ниетіме жаратқан тура жолды көрсетсе керек. Кітабым жазылды, міне фильм жарыққа шыққалы тұр. Ешкімге ештеңе дәлелдегім келмейді, жай өз мүмкіндігімді көргім келді. Адамның жасағанын адам жасайды екен. Менің 60 000 теңгемен бастаған бизнесім осы еді. Құмар ойынынан қалған қарызым бар, киноға алған қарызым бар, бәрінен құтылсам деген ниет бар. Шынымды айтсам, қарыздан құтылып, ең бай адам болу арманым. Артылып жатса қаладан үй алсам, әкеме жаңа көлік әперсем, өзіме көкпарға ат алсам, жылы жаққа бала шағамды алып демалысқа кетсем деген ниетім бар деп жан сырын ақтарды Бағлан Әбдірайымов. Естеріңізге сала кетейік, 2019 жылы Бағлан Әбдірайымов азарт ойынының соңында жүріп $200 000 қарызға кіріп кеткенін айтқан болатын.